Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын бананды бәліштің рецептісімен бөлісемін. Бізге бар болғаны 5 ингредиент қажет. Ұн, разрыхлитель, 2 жұмыртқа, май, қант және де 2 банан. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қант салып жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте біз бананымызды еземіз. Бананымызды езіп болдық, енді осыны массамызға қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне сары майымызды құямыз. Біздің сұйық массамыз дайын, ендігі кезекте сухой массамызды саламыз. Ол ситадан өткізілген ұн және де разрыхлитель. Біздің массамыз дайын болды. Мен осында 24 сантиметрлік формада пісіремін. Осыған енді тестамызды саламыз. Біздің пирогымыз дайын. Енді осыны 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісті. Енді суыған күтеміз. Пирогымыз толықтай суыды, енді оны мен сіздерге кесіп көрсетейін. Пирогымыз расында өте дәмді болып шықты. Сіздерге істеп көруге кеңес етемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар достар.